Сәлем достар, бұл видеода 2010 жылға алғашқы iPad'ты жасаған адамдардың сұхбатын қазақша көрсетемін. Сіздерден лайк және подписка. Білесіз бе, бұл рас. Егер бірдеңе оның қалай жұмыс істейтінін түсіну қабілетіңізден асып кетсе, ол қандай да бір түрде сиқырлы болады және iPad дәл солай болады. Қарапайым, соншалықты жұқа және жеңіл нәрсенің соншалықты қабілетті болуы мүмкін екенін түсіну қиын. iPhone революция болды және біз одан көп нәрсені үйрендік және көптеген таңғажайып технологияларды, барлық қолданбаларды, көп сенсорлы пайдаланушы интерфейсін әзірледік. Бұл шынымен де керемет серпінді өнім болды. Біз мұның бәрін алып, оны өнімнің мүлдем жаңа класына қолданғымыз келді. iPad бұл веб-серфингтің ең жақсы тәжірибесі, электрондық поштаның ең жақсы тәжірибесі, фотосуреттер мен фильмдерді көрудің ең жақсы тәжірибесі. Өнімнің бет әлпеті негізінен көп сенсорлы әйнектің бір бөлігімен анықталады және бұл туралы меңзегіш құрылғы жоқ, тіпті бірде бір бағдар жоқ, білесіз бе, жоғары, төмен, оны ұстаудың дұрыс немесе бұрыс жолы жоқ. Өнімге сәйкес келу үшін өзімді өзгертудің қажеті жоқ, ол маған сәйкес келеді. Біз құрылғыға қарап, оның барлығын қайта жасайық деп шештік. Әрбір жеке қолданбаны нөлден бастап, әсіресе iPad үшін қайта жобалап, қайта ойластырып, қайта құрайық. Осындай үлкен дисплейдің көмегімен сіз кішігірім әріптестеріне қарағанда сәл жақсырақ емес қолданбаларды аласыз. Сіз әлдеқайда қуатты қолданбаларды аласыз. iPad интернетті шолудың ең жақсы тәсілі, сол себепті кітапты, журналды немесе газетті оқыған кезде қолыңызда ұстау дұрыс болып көрінеді. Интернетті шарлау кезінде оны қолыңызда ұстау дұрыс сияқты. Осындай үлкен экранмен сіз интернетті шарлау кезінде көбірек көре аласыз. Kaz Tengri News газетін алайық. Сіз барлық негізгі оқиғаларды көре аласыз. Олардың барлығы дәл сол жерде. Егер сіз бірдеңе көрсеңіз, қолыңызды созып, оны түртіңіз. Бұл мүлдем табиғи нәрсе. Сіз бұл туралы тіпті ойламайсыз. Сіз жай ғана жасайсыз. iPad бұл керемет көңілді, бірақ өте өнімді әлемдік деңгейдегі электрондық пошта клиенті. Сіз көптеген электрондық хаттарды өте жылдам жібере аласыз, және бұл өте қызықты, өйткені сіз мұның бәрін өз қолыңызбен жасайсыз. Жаңа хабарлама жазғыңыз келгенде, пернетақта автоматты түрде төменнен жоғары қарай жылжиды және бұл пернетақта іс жүзінде ноутбуктың пернетақтасымен бірдей өлшемде болады. Егер сіз бір хабарламаға назар аударғыңыз келсе, жай ғана портретке ауысыңыз, сонда қалғанның бәрі жолдан шығып кетеді. Осылайша сіз өзіңізге ұнайтын мазмұнға назар аудара аласыз. iPad бұл фотосуреттерді қараудың және бөлісудің ең жақсы тәсілі. Онда сіз өзіңіздің альбомдарыңыздың әрқайсысын жай ғана фотосуреттер жинағы ретінде көресіз, және стекке қарау үшін жай ғана шымшып ашуға, немесе жай ғана шымшып ашып, барлық фотосуреттеріңізді қарауға болады. Егер сіз досыңызбен бөліскіңіз келсе, iPad'ті жай ғана аударып тастай аласыз, ал iPad фотосуретті автоматты түрде дұрыс бағытқа аударады. Бұл бейнені көруге арналған керемет құрылғы. Бұл үшін біз жасаған пайдаланушы интерфейсі өте қызықты. Бірдеңені көргенде саусағыңызбен түртсеңіз, ол ойнай бастайды. Кідіріс жоқ. Бұл видеоның сапасы таң қалдырады. Сіз екі рет түртіп, бүкіл экранды толтыра аласыз. Біз сондай-ақ мұнда керемет карталар қосымшасын жасадық. Бұл өте жылдам. Біз сіз бұрын-соңды компьютерде көрмеген күнтізбе қосымшасын жасадық. Бізді шынымен қызықтыратын тағы бір қолданба iBox деп аталады. Жоғары ажыратымдылықтағы түрлі түсті дисплейі бар кітаптарды жұптастырған кезде, электронды кітапты оқу өте қуанышты. Енді сіз бұл туралы кітаптарды оқып қана қоймай, сонымен қатар пайдаланушы интерфейсі оның артындағы кітап дүкенін көрсету үшін аударылады. Ал саусағыңызды түрту арқылы кітапты сатып алып, жүктеп алып, оны бірден оқуға кірісуге болады. Сонымен қазір бізде iPad'та 3 керемет дүкен бар. iTunes дүкені, App Store және қазір iBox дүкені. Біз iPad'ті App Store дүкенінде қолжетімді 140.000-нан астам қолданбалардың, сондай-ақ iPhone'ға жүктеп алған қолданбалардың барлығын дерлік іске қосу үшін жасадық.
Осылайша сіз күнделікті қолданатын қолданбалар мен ойнағанды ұнататын барлық ойындар iPad құрылғыңызда қораптан тыс жұмыс істейді. iPad бұл мен Apple-де жұмыс істеген ең озық технология. Өнімдегі инновация шынымен multi-touch-тың өзінен басталады. Бұл мультисенсорлық құрылғы біз бұрын-соңды жасаған ең үлкен өнім болып табылады. Және дәл осы өлшемдегі мультисенсорлық құрылғыда сіз multi-touch ұсынатын қуат пен өнімділікті шынымен сезінесіз. Осы мультисенсорлық дизайнға 1000-нан астам сенсорды енгізе отырып, тұтынушы сезінетін мультисенсорлық дәлдік деңгейі бұрын-соңды болмаған. Өнімді қораптан шығарып, қуат түймесін басқанда, дисплей бірден өмірге келеді. Және менің ойымша, біздің тұтынушының тәжірибесі келесідей болады. Вау, бұл шынымен де жарқын дисплей. Артқы жарықтандыру жүйесі жарық диодты, ал жарық диоды дисплейдің өзінде айқындық пен түс сапасын береді. Бұдан басқа, біз IPS технологиясын қолданамыз. IPS бұл құрылғыға тікелей қараудың тамаша тәжірибесін ғана емес, сонымен қатар құрылғыны басқа біреумен бөліскен кезде бұрыштан тыс қарауға мүмкіндік беретін премиум дисплей технологиясы. Бұл өнімнің соншалықты жақсы жауап беруінің және оның өнімділігін шынымен сезінуіңіздің себебі біз осы өнімге арналған арнайы кремнийдің арқасында. Бұл кремний E4 деп аталады және оны біздің аппараттық топ бағдарламалық жасақтама тобымен бірлесіп жасайды. Бұл сізге басқа жолмен қол жеткізе алмайтын өнімділік деңгейін береді. Ол сондай-ақ күні бойы жұмыс істейтін батареяға қол жеткізу үшін тиімділікті қамтамасыз етеді. Apple сіз мұны шынымен жасай алатын жалғыз орын. Біз батарея технологиясын жасаймыз, чип технологиясын жасаймыз, бағдарламалық жасақтаманы жасаймыз, және осының бәрін басқа ешкім жасай алмайтындай етіп біріктіреміз. Біз iPad-та жасаған ең маңызды мүмкіндіктердің бірі қолжетімді баға болды. Әдетте, сіз мүлдем ең жаңа технологияны алған кезде, ол жоғары бағадан басталады, және уақыт өте келе ол қолжетімді болады немесе айтарлықтай төмендейді. Біз мұны басқаша жасағымыз келді. Біз осы озық технологиялардың, аппараттық құралдардың және бағдарламалық жасақтаманың барлығын басынан бастап мүмкіндігінше көп адамның қолына беру үшін қолдан келгеннің бәрін жасағымыз келді. iPad небәрі $499 басталады, және бұл өте қызықты. Бір жағынан, iPad жаңа өнімнен әлдеқайда үлкен екені анық. Бұл жаңа санат, бірақ соған қарамастан миллиондаған және миллиондаған адамдар онымен бірден танысады. Олар оны қалай пайдалану керектігін білетін болады. Бұл көптеген жолдармен біздің көзқарасымызды, әрі қарай не болатынын сезінуімізді анықтайды. Осымен видео аяқталды. Мен Джонатан Айб мен сіздерге видео лайк қойып Қазтехногид арнасына тіркел деп ұсынамын.